Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар. Менің есімім Қаппаров Нұрғазы. Мен Жас Education білім беру орталығының негізін қалаушысымын. Жалпы білім саласында жүргеніме 10 жылдан астам уақыт болды. Сондықтан біз осы арнайы ата-аналардың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап беру үшін арнайы рубрикамызды бастаймыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз нишқа қалай түсуге болады. Жалпы көп ата-ана нишқа түсу өте қиын, тек ерекше дарынды балалар ғана өтеді деп ойлайды. Ал кейбірі тіпті біздің бала шамасы жетпейтін шығар деп бастапқыдан сенбей жатады. Бірақ шындық басқаша, ниш бұл талантты емес, дайындалған баланы таңдайды. Яғни дұрыс жолмен дайындалған бала өте үлкен мүмкіндікке ие. Жалпы біз бүгінгі осы видеода сіздерге 2026 жылы нишқа қалай түсуге болатынын, бүкіл процесстерді, талаптарды, емтихан құрылымын және жиі кездесетін қателіктерді, нақты дайындық жолын толық түсіндіріп беретін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіз, себебі балаңыздың мүмкіншілігі қандай және неден бастап дайындалу қажет, және қаншалықты түсуге мүмкіншілігіміз бар, осының барлығын анық түсінетін боласыз. Алдымен қысқаша осы ниш туралы айта кетейік. Жалпы ниш, НЗМ, Назарбаев зияткерлік мектептері бұл Қазақстандағы ең мықты мектептердің бірі. Мұнда балаларға жай ғана мектеп бағдарламасы емес, тереңдетілген білім, ағылшын тіліндегі пәндер, халықаралық деңгейдегі оқыту жүйесі беріледі. Емтихан арқылы қабылдайды, яғни кез келген бала түсе алады деген сөз, егер де ол шын дайын болса. Жалпы ништің басты артықшылықтарын айта кетейін. Бұл білім сапасы өте жоғары, мұғалімдер өте мықты, олимпиада, жобалар, ғылыми жұмыс, шетелге түсу мүмкіншілігі, тәртіп, жауапкершілік. Сондықтан ата-ана ништі көп таңдайды, ал соған сай бәсеке де жоғары болады. Келесі бізде нишқа түсу процесі. Жалпы бұл жерде осы 2026 жылы нишқа түсу процесі нақты қалай жүретінін айтып өтейін. Ең маңыздысы құжат қабылдау мерзімдері мен форматтары. 2026 жылдан бастап нишқа құжат тапсыру екі форматта жүргізіледі. Оның біріншісі онлайн формат, және құжаттарды электронды үкімет порталы e-gov.kz арқылы тапсыруға болады. Екіншісі дәстүрлі қағаз формат, яғни ата-аналар құжаттарды интеллектуалдық мектептердің өз базасында өткізе алады. Ең маңыздысы құжат қабылдау осы 2026 жылы 5 қаңтарда басталып, 9 ақпанға дейін жалғасады. Яғни тіркелуде сізге әлі уақытыңыз бар. Онлайн формат әсіресе алыс ауылдағы немесе басқа қалаға баруға мүмкіндігі жоқ отбасылар үшін өте ыңғайлы, себебі e-gov арқылы құжат тапсыру процесі толық автоматтандырылған және ешқайда бармай-ақ үйде отырып жасауға болады. Бұл алдымен уақытты да, ақшаны да үнемдейді. Енді емтихан күндеріне келейік. Нишқа түсуге арналған негізгі конкурс осы 2026 жылдың 27-28 наурыз күндері өткізіледі. Яғни баланың барлық дайындық нәтижесі осы 2 күнде бағаланады. Құжат тапсыру кезінде ата-аналар мен оқушыларға арналған осы e-gov арқылы қалай өтініш беруді көрсететін арнайы нұсқаулықты кейін жеке жарияланады. Сондықтан ресми ақпараттарды бақылап отырған өте маңызды. Қарапайым тілмен айтқанда 5 қаңтар мен 9 ақпан аралығында құжат тапсырасыз, ал емтихан 27-28 наурызда өтеді. Процесс ашық, нақты және түсінікті түрде ұйымдастырылған. Сондықтан сіздерге сәттілік. Келесі тақырыбымыз ниш нені тексереді. Көпшілігі ойлайды, ниш тек қана күшті математик балалар ғана алады деп, бірақ бұл толық болай емес. Ниш ең алдымен мына 3 нәрсені тексереді. Ойлау қабілеті, яғни бала дайын формуламен емес, жаңа жағдайда өзі талдап, дұрыс шешім таба ала ма, соны қарайды. Екінші, тапсырманы нақты түсіну дағдысы, бала есептің шартын түсіне ма, сұрақтың не сұрап тұрғанын ажырата ала ма, осы өте маңызды. Себебі көбінесе оқушылар есепті емес, шартты түсінбей қалады. Үшіншісі, уақытпен жұмыс, уақыт аз, тапсырма көп. Сондықтан тез әрі дұрыс ойлау бұл қабілетті бағалайды.
Яғни қарапайым тілмен айтқанда, ниш жаттаған баланы емес, ойлайтын баланы таңдайды. Неге үздік оқушылар өте алмайды? Жалпы бұл ата-аналар үшін ең ауыр сұрақ. Бала оқу озаты, мектепте үздік, бірақ нишқа тапсырады және өте алмай қалады. Неге бұлай болады? Себебі бір мектеп форматы басқа, мектепте көбінесе дайын үлгі, дайын формула қолданылады, ал ниш емтихандарында баладан ойлау, талдау, байланыстыру талап етіледі. Себеп екі, жүйесіз дайындық. Жалпы көп тест шешсе болды деп ойлайтындар көп, бірақ бұл дұрыс емес. Маңыздысы тапсырманың неге солай шешілетінін түсіну. Үшінші себеп әрине бұл стресс және психологиялық дайындықтың болмауы. Кей бала бәрін біледі, бірақ емтихан кезінде толқып қалады. Уақыт жетпейді, асығып қате жібереді. Сондықтан біз әрқашан айтамыз, ниш тек пән емес, бұл дұрыс стратегия. Келесі үшінші бізде дұрыс дайындық блоктары. Жалпы бірінші бұл бізде базалық математика. Бұл жерде кез келген бала білу керек. Пайыз, пропорция, логикалық тізбек, салыстыру, пропорция. Жалпы бұл қарапайым көрінгенмен баланы ойлауға үйрететін ең маңызды блок. Екінші әрине бұл логикалық тапсырмалар. Мұнда формула емес, заңдылық табу, салыстыру, себеп салдар байланысын көру өте маңызды. Үшінші бұл оқу сауаттылығы. Бала мәтінді оқып, оның мағынасын түсініп, ақпаратты талдап, қорытынды шығара алу қажет. Ең үлкен қате бұл бізде көп есеп шығарсақ, біз дайынбыз деп ойлау. Бұл шындыққа жанаспайды. Маңыздысы жауапты табу емес, шешу жолын түсіну. Және келесі маңызды блок бар, бұл эмоция, стресс және ата-ананың рөлі. Жалпы кейде бала дайын, білім бар, бірақ емтихан кезінде стресс басым болып кетеді. Мұнда ата-ананың рөлі өте үлкен. Міндетті түрде өтесің деген қысым кей балаларға өте ауыр тиеді. Дұрыс көзқарас, қолдау көрсету, бұл түсіну және балаға сенім беру. Сонда бала емтиханға сабырмен барады. Осымен бүгінгі видеомызды қорытындылайық. Нишқа түсу нақты, түсінікті процесс, бұл кездейсоқ сәттілік емес. Дұрыс дайындықтың нәтижесі. Егер балаңыз ойлауға қызықса, тапсырмамен жұмыс істегенді жақсы көрсе және жүйемен дайындалса, ниш толық қолжетімді мақсат.